Ассалаумағалейкум, менің құрметті подписчиктерім. Мені қолдап, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыршаны баспаған тіркеліп кетіңіздер. Тещин язык салатын, яғни ененің тілі салатын білмейтін жан жоқ шығар, бірақ бұның пісіру жолы басқаша болып келеді. Баклажандардың барлығын жақсылап жуып аламыз да, салқын суды құйып, үстіне бір шай қасық тұз салып 5 минутқа қоямыз. Одан кейін таза сүлгі орамалымызды алып, барлығын осылай кептіріп аламыз. Міне қараңыздар. Жаңа кескен баклажандарымызды осылай кептіріп аламыз. Одан кейін бізге керегі бір шекі жұмыртқа керек болады. 2-3 ас қасық ұн керек болады. Азғантай мөлшерде салқын су құямыз және де азғантай мөлшерде сүт құямыз. Жақсылап барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Жалпы қою болса неғұрлым біздің баклажанымыз өте қытырлақ болады. Майымызды қыздырып, баклажанымызды салмамызға аунатамыз. Міне осылай барлығын қуырып шығамыз. Екі жағында міне қараңыздар, өте қытырлақ, өте дәмді болады. Май шылқып тұрмайды. Міне қарасаңыздар да көресіздер. Өте қытырлақ болды. Арасына соусына майонез керек болады, сарымсақ, яғни чеснок сықпадан өткізілген және укроп салған болатынмын. Ол енді өз қалауыңыз бойынша. Осылай дастарханға әдемі етіп берсеңіздер, сіздің де отбасыңызға қатты ұнайтынына сенімдімін. Қытырлақ дәмді болады, майлы болмайды, жүрекке тимейді. Ененің тілін салатын осылай пісірсеңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін, достар.